Өзін өз тану пәні 44-46 беттегі аманатқа қиянат жасама өсиет әңгімені тыңдаймыз. Ертеде бір жас бала сауда жасауға кетіп бара жатқан керуен басшысына келіп, бір тері береді де, осы теріні сатып, сатылған ақшасына сәйкес зат әкелуін сұрайды. Керуен басшысы теріні алып, балаға келісім береді. Үлкен жәрмеңкеде тері 1 теңгеге өтеді. 1 теңгеге мысық қана келеді. Мысықты алып, керуен ауылға бет түзейді. Жолда бір ауылға тоқтаса, онда тышқан қаптап, ауыл тұрғындары азық түліктерінен айырылып жатыр екен. Мысық жерге түсе сала, тышқандарды қуа жөнеледі. Ауыл тұрғындары керуен басшысына жалынып, көп алтын беріп, мысықты сатып алады. Жолда керуен басшысына балаға 1 теңгесін беріп, алтындарды өзіне қалдырайын деген жаман ой келеді. Біраз жүргеннен кейін керуенді қарақшылар тонап, әкеле жатқан дүние мүліктерін тартып әкетеді. Сол кезде керуен басшысына: мен баланың аманатына қиянат жасадым. Егер оның алтындарын алам деп ойламасам, керуенді тонамаушы еді деген ой келеді. Тоналған керуенді естіген ауыл адамдары көмекке келіп, ұрыларды ұстайды. Сөйтіп дүние мүлік қайтарылады. Ал керуен басшысы мысықтан түскен алтын теңгелердің барлығын балаға береді. Осыдан аманатқа қиянат жасамау керек деген нақыл сөз шыққан.